Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын басшылыққа ала отырып, халықтың рухани және эстетикалық сұранысын қанағаттандыру жолында облысымыздың барлық аудандарында, ауылдық мәдениет үйлері мен клубтарында көркем өнерпаздар үйірмелерімен қатар, ұлтымыздың баға жетпес қолөнер шеберлерінің жұмысын жандандыру мақсатында шежіре өнер тәлім отау үйірмелері барлық мәдениет үйлерінде ашылып, жас ұрпаққа тәлім тәрбиемен қатар атадан қалған қолөнер мұрасын дәріптеп келеді. Қазақ ұлттық мәдениетінің аса құнды салаларының бірі қолөнері. Кезінде тасқа, сүйекке түсірілген ою таңбалар келе-келе киізге, алаша, кілем тағы да басқа заттарға салынып, бізге жеткен. Белгілі таңбалар арқылы халық белгілі бір ұғым түсініктерді аңғартып, біліп отырған. Бұдан ою өрнек, белгілі таңбалар өмір қажетінен туғанын байқауға болады. Қолөнершілер негізінен табиғи шикізаттарды пайдаланып, қарапайым еңбек құралдарының көмегімен көркем композицияның шешімімен тұрмысқа қажетті мүліктер, музыкалық аспаптар, қару-жарақ, құрал-саймандар жасаған. Әрбір қолөнер туындысы өз заманының материалдық мәдениетінің үлгісі және халық талғамының, әлеуметтік қоғамдық жағдайының, діни сенімінің, салт дәстүрінің нақтылы көрінісі. Облысымыздың әр мәдениет үйлері мен клубтарында орын алған шежіре өнер тәлім отауы үйірмелерінде біздің апа-әжелеріміз, ақ жаулықты аналарымыз қолөнер шеберлерінің көрмесін ұйымдастырып, оқушылар, қыз-келіншектерге қолөнердің шығу тарихын баяндап, пайдалану, дамыту жолдарын зерделеп отырады. Қолөнердің ішінде аса құнды және алғашқы дамыған өнер түрі ол ою өрнегі болып табылады. Ою өрнектер әсемдік пен сәнділіктің белгісі ғана емес, сонымен бірге халықтың арман ойының, тілек мүддесінің нышаны. Осы тұрғыдан алып қарағанда, ою өрнектің мазмұндылық ерекшеліктері сан алуан. Қазіргі қолөнер саласындағы сүйек ою өнері, ағаш ою өнері деген сөздер сол ерте заманда қалыптасқан ұғымдар. Қолөнердің саласында кең қолданылып келген өнердің өте көне әрі күрделі түрі ою өрнекті біздің үйірме жетекшілері үйретіп қоймай, оның түрлі жаңа тәсілдерін ойлап қағазға түсіруді, маталарда ойып кесуді, пішіп тігуді үйірме қатысушы оқушыларды тегін оқытып келеді. Бүгінгі таңда адам баласы киім киюді тек денеге қорғаныш қана қылып қоймай, табиғаттың өзі берген сымбатына сұлулық қосатын өнерге айналдырды. Әр ұлтты өзгеден айыратын, оның сыртқы сипатын анықтайтын белгілердің бірі ұлттық киім. Сондықтан ұлттық киім әр халықтың материалдық мәдениетінің қомақты бір бөлігі болып саналады. Адам киіммен өзінің махаббатын, басқаға деген сыйластық сезімін, көңіліндегі қуанышын, басқа түскен қайғысын білдіре алады. Соның ішінде қыз киімі, келіншек киімі, үлкен әйел, кемпірлердің киімі әсіресе бас киімі бір-бірінен басқа екендігі туралы, ал ерлер киімінде бұрын бөлектану онша анық көрінбегенімен, онда да өзіндік айырмашылықтар бар екені туралы, соның ішінде жастар киімі туралы айтылып, оның айырмашылығы әр киім түріне қарай әңгіме барасында үйірме жұмысында дәріптеліп отырылады. Қолөнер шеберлері ою өрнекті әр заттың өзіне лайықтап, жарасымын, үйлесімін, сәнін тауып жасаған затпен ою өрнек бір-бірімен өте сәнді қабысып, шынайы көркемдік беріп отырған. Сондай-ақ үйірме жұмысында кесте тоқу, жүн тұту, моншақтармен жұмыс, құрақ құру, тағы да басқа қазақ ұлттық қолөнерінің түрлі әдістерін қолданып үйретіп отырады. Шежіре өнер тәлім отауы үйірмесінің басты мақсаты келешек ұрпақ осы киелі өнерді әрі қарай дамыта отырып, көздің қарашығындай сақтауы, қажетіне жаратамын деген талапкерге көмектесу, ұлттық мемлекеттік деңгейдегі мәдениетімізді дамытуға үлес қосу, сол арқылы ұлтымыздың мәдени өнерін басқа елдерге насихаттау, қазақ ұлттық қолөнерінің түрлі әдістерін қолданып үйрету, ұлтымыздың қолөнерін оқулықтар арқылы жинақтап шығару, дамыту.